Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, балаларға да ұнайтын ыстық тағамдардың бірі гуляш тағамын жасап көрсететін боламын. Ең алдымен табамызға сұйық май құямыз. Шамамен 70 грамм қойсаңыздар болады. Майы қызғаннан кейін үстіне етті салып, жақсылап асықпай қуыруымыз керек. Етіміздің жаңағыдай бойынан сөлі шығып, тартылып, екі жағы қып-қызыл болып, яғни еттің бойынан корочкасы пайда болғанша жақсылап қуыратын боламыз. Ет қуырылғаннан кейін үстіне пиязды салып қуырып аламыз. Пиязды видеодағыдай турасаңыздар болады. Өз еркіңізге байланысты сәбіз қоссаңыздар болады. Мен қоспадым, өйткені балалар ұната бермейді. Менде сиырдың мякаты, яғни жұмсақ еті, тез пісетін ет. Негізі гуляшқа ет ірі болып туралады. Және екеуін араластырып, жақсылап қуырып аламыз. Қуыру барысына басты назар аударыңыздар, шала қуырып қоймаңыздар. Үстіне томат немесе кетчуп қоссаңыздар болады. Мен қызанақты алдым. Және дәмдеуіштер өз еркілігіңізге байланысты қоссаңыздар болады. Мен қара бұрыш және тұз қостым. Және қуырып алғаннан кейін үстіне 1 стакан су құйдым. Үстіне лавр жапырағын қойдым. Соусына 2 қасық ұн, 2 дана сарымсақ, су 1 стакан алып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Гарнирға мен бұл жолы макарон пісіретін боламын. Негізі гуляш тағамын өзіңіз қалағанда кез келген гарнирді ұсынсаңыздар болады. Видео ұнайтын болса лайк басып, маған тіркеліп кетіңіздер. Сіздер де жасап көрсеңіздер.